Одан кейінгі өмір жолдасым дүниеден озғаннан кейін, жолдасым бар кезде сол қызым ерекше қызымнан кейін 8 жылдан кейін қыз балалы болдым. Ол қыз баламнан кейін жолдасым қайтардың алдында аяғым ауыр болып 4-ші балам ер бала. Сонымен жолдасым қайтқаннан кейін 100-нен кейін босандым. Бірақ ауыр жағдайда болдым. Енді стрессті ішіме ұстап алдым ба білмеймін. Былай менде ешқандай депрессия, стресс деген нәрсе білінген жоқ. Тек бұрынғы қыз кезімде қалпымдай тұйықталып, ешкімге сырымды айтпай, іштен түңіліп, балаларым жеткізсем болды деген ой тұрды. Сол менің өзім туған апам гинеколог болып істейді. Сол роддомға түстім, 17 күн толғаттым, суым кетіп қалды. Сол кезде ең бірінші Алладан аян келді. Түс көрдім, түсімде жолдасым сол қайтыс болардың алдында көп жыл бойы тебете киіп жүреді, аппақ тебете. Сол тебетемен сол келген, қасында қария кісі бар, біздің аталарымыз деп айтты. Сосын аман есен босанасың, балаң жақсы болады, ер бала саған салған аманатым деді. Яғни атын аманат деп қоюым керек болды, сонымен солай қойдым. Сонымен бізге бата берді. Сол бірінші аян болды. Сол кезде былай деп айтты: Ақбока, сен қанша қиындық көрсең де, қанша сыналсаң да, балалармен болсын, басқа осы жолдан тайма. Тек қандай сынақ болса да осы Алладан сұра, тәубеңе кел деді. Сонымен сол батасын беріп кеткеннен кейін ұйықтап жатқанмын, оянып, кетіп бара жатқанда айқайлап оянып, кетпе деп. Сонымен аман есен дүниеге ер баламда келдім. Солай сөйтіп бізде үйде жоқ, күйде жоқ, әр жерде жүрдік. Сонымен не керек, өзімнің туған ауылыма, ауылдық жерге көшіп, Аллаға тәуекел етіп, сояқтан баспана сатып алып, сояқта отырдым. Бірақ ерекше қызыма үнемі 3 ай сайын ем керек болды. Жақсылап қарау керек, оны күту керек. Ауылдық жерде ондай мүмкіндік жоқ. Дәрігерлер де дұрыс қарамайды ауылдық. Сол үшін қалаға көшу керек болды. Сонымен қызымды бірінші әкеліп 3 айлық оңалту орталығына орналастырдық. Одан өзім 13 жасар баламен, 2 жасар қызыммен кішкентай, сосын 40-нан шыққан баламен көшіп келдім. Bir қаладан екінші қалаға. Сонымен сол жерде 14 шаршы метрде балалар шағамызбен бірге тұрып қалдық. Содан кейін енді түстер көре бастадық. Түстерімізде бізге намаз оқу керектігін ескертті. Сөйтіп, о Раббым, бізге дүниеде жақсылық бере көр, ақыретте жақсылық бере көр, бізді тозақ отынан сақтай көр деп біз бала шағамызбен бірге тәубеміз келіп намаз бастап кеттік.